Егіздер июнь маусым айына болжам. Егіздер июнь маусым айына болжам. Ара қатынасқа. Егіздерде ара қатынаста не күтеді? Июнь маусым айында. Егіздерді июнь айында маусым ара қатынаста не күтеді? Ара қатынаста не күтеді? Сондай тупик тығырық болуы мүмкін дейді. Сол ара қатынастағы адам туралы бір жұмбақты, тайна секрет бір ақпаратты білесіз. Оған қатысты бір келіспеушілік санасу дейді. Мінез келіспей көп ұрысып қалу болуы мүмкін дейді. Тупик состояние, мәселені шешу керек болады дейді. Маған бір көңіл бөлмейсің, көп жұмысқа көңіл бөлесің деген реніш, обида болуы мүмкін. Абьюзивный отношения, сондай агрессияға, ашуға берілу. Бірге той жиын дейді. Бас қосу, тойға, туыстармен жиынға бару керек болады. Жаңа бір бастама, кездесу, сөйлесу. Жаңа бастама болғанда бір жұбы жоқ адамдарға жаңа таныстық болуы мүмкін. Достар, таныстар арқылы таныстық болуы мүмкін. Ара қатынаста жүрген адамдар, сондай абьюзивный отношения, отбасылы жандарға бір мінездеріңіз келіспей бір-біріне бір қырсығып қалу. Егіздерге ақша финанс жағында не күтеді? Егіздерге ақша финанс жағында не күтеді? Ақша финанс жағына не күтеді? Егіздерге ақша финанс жағына не күтеді? Ақша финанс жағына не күтеді? Егіздерге ақша финанс жағында не күтеді дейді. Асығыс шешім қабылдамау дейді. Бір мәселеге ашулануыңыз мүмкін. Жаңа бір мүмкіндік, бір өзгеріс болады. Мүмкін жұмыс ауысу. Іште бірақ қорқыныш, уайым бар. Бір асығыс шешімді қабылдамау керек. Бір адамнан бір алданып қалу болуы мүмкін. Жұмыста істейтін жандарға ана жерде награда, премия, бір жеңіске жету болуы мүмкін дейді. Іште бір мәселені, өткен шақтағы бір мәселелерді шешіп, өткенді жіберіп, жаңа бір бастама, жеңіс, победа, жұмыс, ақшаға байланысты. Жұмыссыз жүрген адамдар жаңа жұмыс бастауы мүмкін. Ученик дейді мына жерде. Үйрену, жаңа бір жұмысты үйрену, бағытты үйрену мүмкіндік. Мына жерде ақша түсу, қомақты қаражат, покупки, сатып алу болуы мүмкін. Ойлап жүрген бір затыңызды сатып аласыз. Ақшаны, қаражатты, баланың ақшасы түседі. Балаға ақша жұмсайсыз. Балаңызға ақша жұмсайсыз. Жұмыста бір өзгеріс болуы мүмкін. Біреу адамдар жұмыстан кетуі мүмкін, басқа жұмысқа ауысу. Жұмыссыз жүрген адамдар жұмысқа кіреді. Премия, награда алынуы. Егіздерге кеңес картасы. Егіздерге маусым айына кеңес. Июнь маусым айына кеңес. Егіздерге 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 июнь маусым... өшіріп тұр! Егіздерге июнь маусым айына кеңес. Егіздерге июнь маусым айына кеңес. Егіздерге июнь маусым айына кеңес. Асығыс шешім қабылдамау. Ойланып шешім қабылдау, ақшаға байланысты асығыс шешім қабылдамау керек. Агрессияға, ашуға берілмеу керек болады дейді осы айда. Егіздерге умеренность. Өзіңізді бір шайлы, комфортно сезінетін ортада болу. Сабырлықпен шешім қабылдау. Өзіңізді бір өзіңізге, денсаулығыңызға көңіл бөлу. Удовольствие, наслаждение дейді. Өзіңізді ұмытпау, өзіңізге көңіл бөлу.